Бұл қала әлемге мәрмәрмен аты танымал. Бұл қала әлемнің ірі апин алқаптарының иесі. Иә, дұрыс естідіңіз, кәдімгі опиум. Бұл қалада термалды емсу қайнар көздері бар. Бұл қала 9 жолдың торабында орналасқан стратегиялық маңызды қалалардың бірі. Біздің Афьонкарахисар қаласына саяхатымызға қош келдіңіздер. Достар, көріп отқандарыңыз Анкара-Афьон күре жолы. Афьонға жақындаған сайын мәрмәр зауыттарды көп кездестірдік. Мұна біз түнделетіп тоқтаған отельден таңғасымызды ішіп алып қаланы аралауға шықтық. Ал мынау алдыңызда тұрған қара жынысты жанартау сияқты жартастар қаланың атының туындауына негіз болған. Афьон-Карахисар дегендегі екінші жалғау қара қамал дегеннен білінеді. Ал Афьон дегеніміз жаңағы айтқандай апиын дегенді білдіреді. Осы Афьонның климатында сол өсімдік өте жақсы өседі екен. Сол себепті де ежелден Афьон-Карахисардың жерінде көкнардың өндірісі жолға қойылған екен. Әдеттегідей Түркия Республикасының аймағы әлем тарихындағы үлкен өркениеттердің мекені болған. Сол сияқты мынау Афьон-Карахисарда да кезінде Парсы, Рим, Византия империялары үстемдік еткен. Ал бірақ түріктер 12 ғасырда селжұқтар жаулап алғаннан кейін Афьон-Карахисардың иесі осы бүгінгі заманға дейін түріктер. Бұл қала үшін тарихта талай шайқастар болған, бірақ соңында османлылар иеленген. Қазір біздің алған бағытымыз бағана көрсеткен Карахисар қамалы, Карахисар кәлесі деді. Жалпы Карахисар деген кәдімгі қарасы біздің қазақ тіліндегі қара мағынада, хисар дегені қамал. Соның жанында селжұқтар заманынан қалған өте көне мешіт бар екен. Ол мешіттің аты Улу Джами, ұлы мешіт. Соны көрмек ойымыз бар. Мұна көріп отқан үйлеріңіз өте ескі. Бұл аудан жалпы сол алғашқы елді мекен болған, алғашқы адамдар үйлерін салып бастаған аудан екен. Жалпы Афьон-Карахисарды жаңа мәрмәрмен танымал дедім. Мұна көріп тұрғандарыңыз сол Карахисар деген қамал орналасқан төбе, биік төбе. Біздің бара жатқанымыз соның жанындағы ұлы Джами мешіті. Енді мәрмәрға келетін болсақ, неге ол мәрмәр танымал? Себебі Афьон-Карахисардың мәрмәрі өте сапалы, бірінші сыныптағы кристалдық құрамы жоғары мәрмәрдің түріне жатады екен. Және ол мәрмәр қағбаның еденін төсеуде қолданылады екен. Ал мынау міне біз көздеген ұлы Джами мешіті сол селжұқтар стиліндегі мұнара, көріп тұрсыздар, мұндай винтик секілді. Осы селжұқтар дәуіріндегі сәулет өнеріне тиесілі. Сырттай мешіт үлкен болмағанымен, оның көнелігі, сол заманда салған кездегі оның көлемі осы мешіттің атының ұлы мешіт деп қалуына әсер еткен. Селжұқтар сәулет өнерінің әдемі үлгісі болып қалған бұл мешіт 1272 жылдары салынған екен. Іші жалпы бұл мешіт трапеция тәріздес екен, және мынандай 5 қатар 40 ағаш бағанамен бой көтеріп тұр. Ал жаңа бағдаршам көрсеткен мынау бағананың жоғарғы жағындағы ою өрнекті дүние Мукарнас деп айтылады. Сол Мукарнас дегеніңіз балараның сотасы сияқты пішінде жасалатын ою өрнек жасау стилі. Оны біздің Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің де кіреберіс есігі, көптеген Селжұқ Османлы дәуіріндегі ислам өркениеті, исламның алтын ғасыры болған кезде ғимараттың көбісінен байқайсыздар. Міне әр қайсы қайталанбайтындай әр бағанаға түрлі ою өрнекпен жасалған екен. Достар, түпнұсқа сақталған күйінде бағаналар, кейбіреулеріне кішкене де болса реставрация жасалған. Міне осындай көне ескі мешіт әп-әдемі қалпында осы күнге дейін жеткен екен. Ал мынау мінбардың да есігі сол 1272 жылдардан қалған түпнұсқа, сыртқы қаңқалары ауыстырылған бірақ. Мінекей осындай. Жалпы мешіттердің көп болғаны қандай керемет.
Мына жерде мынандай цемент негізге мынандай отырғыш кілемдер төсек қойыпты. Уағыз болғанда отыруға ма, білмедім, енді солай жобаладым өзім. Мынау үстіңгі қабатта әйелдер бөлімі намаз оқуға. Міне осы мешіт селжұқтар кезіндегі ағаш ойу өнерінің үлкен жетістіктерін көрсетеді. Қараңыздар. Жалпы бұл мешіттің мұнарасын жаңағы 1400 жылдары Османлының Йылдырым Баязит деген сұлтаны жасаған екен. Мына мешіттің сырты Афьон-Карахисардың осы ауылы жаңағыдай туристік ауыл болып саналады. Осындай тарихи ескерткіштер орналасқан үшін енді мына төбеге шығамыз деген ой болған жоқ. Негізі бала-шағамен ондай биікке шығу өте қиын. Қазір қарап атсаңыздар, мынау көшеде негізі өте ескі үйлер. Бірақ мәдениет туризм министрі Түркияның арнайы ақша бөліп, осылай түрлі түсті қылып, көз тартатындай етіп, сүйкімді қылып, үйлердің алдыңғы қасбеттерін ауыстырып берген екен. Міне мынау Карахисар кәлесі деген осы Афьон-Карахисардың барып жатсаңыз міндетті түрде жаңағы көтеріліп көру керек. Мынау Карахисар деген міне ескі сақталғаны қара тастар. Сол үшін де мынау Афьон-Карахисар қаланың атына арқау болған осы қабырғалар. Бірақ бұл Карахисардың тарихы жоқ нақты. Қандай қызмет атқарғаны туралы бұл қамалдың. Қамалға қарап тұрғанда апамыз қоймай шақырды. Достар, міне. Апамыз бізге Афьон-Карахисардың Катмер деген арнайы ерекше асын дайындап жатыр. Дәмін татып көрейін дедік. Бұл жаңағы оңтүстікте жасайтын қатпанан дейма, сол бар ғой, шелпек сияқты. Бірақ қатпар қатар илеуі бар. Соған ұқсаттым. Апамыздың көңілін қимадық енді біз. Жаңағы қамалға әрі қарап, бері қарап шағымызға шықпаймыз деп тұрғанда келіңдер, келіңдер деп қоймаған соң бір шай ішейік дедік. Мына асы апаның үйі. Осы апаның өзінің үйінің бір бөлігі. Апамыздың сертификаттары бар екен. Рұқсаты да бар екен. Түркия Республикасы берген. Tamam. Çay mı? Çayımız da var. Афьонның Катмер мен Афьонда шығатын газос деген сусынмен тамақтанып алып, ары қарай биік қамалдың басына шығамыз деп шештік. Оның үстіне апамыз қорықпаңдар, шығыңдар, міндетті түрде соқпай кетпеңдер деп насихаттады бізге. Сонымен ал шықтық. Бағанағы су ағып тұрған жерді сондайды чешме деп айтады. Құдық секілді ғой, колонка дейді. Соны жария садақа ретінде қолынан келген адамдар, олардың ұрпағы салдырып қояды екен әдейі. Кәдімгі артезиан суыны жалғап қазып. Жалпы Афьон-Карахисардың аумағында осындай жанартау жыныстарынан қалған қара түсті осындай жартастар, төбелер көп екен. Мынау соның ең ірі дегені, соның төбесінде жаңағы қамал бар екен. Енді сол қамалға бара жатырмыз. Самаурын көргенде ауыл еске түседі. Бұл жақтың Түркияның самаурындарының түрі жаңағындай жұқа темір қаңылтырдан жасалады. Біздегідей ауыр темір емес. Мынадай пародасы қандай екен білмеймін, мынандай қызық тауықтарды көрдік. Жолай негізі үйлер, ауылдар, туристерге саудасын, суын, шоколадын сатып отқан ауыл тұрғындары үңгірде бар екен, кіретін. Тепкішектер өте көп. Сосын Түркияның бір ең керемет ерекшелігі мешіттер өте көп. Қазір қараңызшы, міне бір мешіт. Мынадай кішкентай ғана алақандай ауданда 2 мешіт. Түркияны аралап жүргенде енді мынандай төбеден қараған көрініс
көп болған жоқ. Сонда да биікке шыққанда қарап едім, осыны байқадым. Қараңыз, міне мұнаралар, мен мұндалап тұрған, міне 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Негізі 12, 13 мешітте бар. Мұнарасы анық көрінбегеннен кейін белгілемедім. Біз әлі төбеге көтеріліп келе жатырмыз. Жол оңай емес екен. Жолай осы жердің жергілікті ешкісі күтіп алды. Ал енді міне ауаның тазалығының белгісі деп айтады ғой, қарлығаш құсының. Өте көп қарлығаш құстарын көрдік, қарлығаштарды. Ұшып жүр. Достар, тыңдаңыздаршы, бесін намазына шақыру, азан оқылады. Тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Міне биікке шығудың қиындығы, жас адамдар еңкейіп әрең шығып баратыр. Міне осындай тар жолмен кіреді екенбіз. Жаңағы қамалдың есігі осындай кішкентай тар жол. Мына жерде кішкентай түріктің балалары салқын сусын сатып отыр екен. Төменде судың бағасы 3 лира болса, бұл жерде 5 лирадан сатып отыр. Міне Афьон, Карахисар алақанымыздағыдай деген көрініс. Төбеде осы Түркияның байрағынан басқа былай ештеңке жоқ екен. Мынадай бұрыннан қалған тастан жаңағындай қашалып жасалған тепкішек баспалдақтың іздері бар. Кейбір жерде жазулар сақталған. Осы төбенің қабырғаларында кейбір терезе сияқты саңылаулар бар екен. 2 немесе одан да көп қабаттан тұратын құрылымдар байқалған. Оларды толық анықтау үшін бірақ әлі де қазба жұмыстары, зондтау жұмыстары қажет екен. Ал бірақ осы қамалдың ішінде мешіт бар екені анық екен. Деректерге сүйенсек, оны Селжук сұлтаны Аладдин Кейкубат бірінші жөндеп қамалдың ішінен мешіт салдырған екен. Бірақ орналасқан орны белгісіз әлі күнге дейін. Ол мешіттің болған айқын дәлелі Эвлия Челеби, Османлы тарихшысы, саяхатшысының осы Аладдин мешіт туралы жазған ақпараты бар екен. Мына көріп отқандарыңыз темір жол. Осы жаңағы 9 жолдың торабы дедім ғой. Афьон, Карахисар көп үлкен қалалардың тоғысатын жол айрығында, жол қиылысында орналасқан екен, үлкен қалаларды байланыстыратын. Сол темір жолдарда осы Афьон, Карахисар арқылы өтеді екен. Темір жол Османлы дәуірінде салынған, және бұл Афьонның ерекшелігі, Афьонда НАТОның екінші және Түркиядағы ең үлкен әскери әуежайы да бар. Қала өзінің осындай стратегиялық маңызға ие болған үшін жолдары өте жақсы дамыған екен. Сапасы да жақсы, көлік жолы болсын, темір жол болсын, Афьонның жол жүйесі жақсы дамыған. Мына көріп отқандарыңыздай термалдық суы бар отельдер, термалдық туризмда Османлы кезінен дамыған екен. Ем суы шипа, тіпті Еуропаның небір ханзадалары, мықты тұлғалары келіп, осы жақта жанына, дертіне шипа тапқан екен. Әлі күнге дейін танымал қонақ үйлер өте көп екен. Біздің де күтпеген жерден алған ақпаратымыз.
Афьон Карахисарда туризм әлеуеті жақсы дамыған Түркияның провинцияларының бірі екен. Ал жол бойы тағы көп кездестірген дүние мынандай көкнар алқаптары. Апин дейміз ғой. Афьон Карахисар дегендегі Афьон деген осы опиум деген сөздің енді түркше баламасы. Түркше болғанда сол көне заманнан Афьон деп айтылады. Міне осы біздіңше апин, көкнар өте көп өседі екен. Өмірімде бірінші рет көрдім. Ал мынау Аязини деген тарихта теңдесі жоқ, өте ежелгі өркениеттің адамзат тарихындағы ең алғашқы пәтерлер дейміз ғой. 2 қабат, көп қабатты пәтерлер орналасқан тау жыныстары бар керемет ауылдық елді мекен екен қазір. Ал бірақ кезінде фригиялықтар өркениетінің ошағы болған. Осындай жалпы тарихи мұралар мыңдаған жылдар бұрын адамзаттың ақыл-ойы мен шеберлігінің көрсеткіші ретінде сақталғаны үлкен бір ғанибет. Оны көріп тұрған бізде де арман жоқ, көруге тұрарлық жер екен. Осындай тарихи мұралар Анадолыны мәдени орталық деп бүкіл әлемге танытып отыр бүгінде. Мына жартасқа қашалып жасалған үйлердің ерекшелігі осы өздері осы жартастың ішін бөлме-бөлме қылып, кәдімгідей өрнектеп, терезелерін жасап, баспалдақтарын жасап қойған. Және бір ерекшелігі мазарлары да осы тау жыныстарында қатар болған. Үйде мазарда осындай тау жыныстары. Қазір ішін көресіздер, өте қызық. Сырттан тамсанып тұрғанмен ішіне кіруге біраз қорқақтап тұрмын. Себебі кім білет ұзын құйрық шығып қала ма деген бір қорқыныш бар. Сонда да қазір кіріп көрсетемін енді. Ал мінекей терезелер көріп тұрсыз. Үйлер бір-бірімен бөлмелер туннель сияқты жалғасып кете береді екен. Жалпы мынау құмырсқаның илеуі бар ғой, тура сол сияқты. Мынау тау жыныстарының іші түгел сондай. Мына қараңызшы, ішін қалай жасап қойған. Бұл жерге ешқандай реставрация бүгінге дейін жүргізілмеген, сол баз қалпында сақталған мына дүниенің бәрі. Ошақтар бар. Алатурка дейміз ғой, адамзат тарихындағы ең бірінші жаңағы әжетханалардың да бар болғаны осы тау жыныстарының ішінен табылған. Қазір оларды да көресіздер. Енді осы бөлмелерде міне қараңызшы, 2 адамдық отыратын кресло сияқты жасалғандар бар. Жиһаз заттарды қоятын тақтайша полк сияқты қашап қойған жерлері бар. Кәдімгі бүгінгі үйлердің қажет, тұрмысына қажет дүниелерді қашап келтірген. Мына қараңыз қалай ішін арка қылып өрнектеп қойған. Осы міне Фригия өркениетіне тән дүние екен мынаның бәрі. Мынау шұңқырды көрдіңіз, Міне осындай кішкентай шұңқырлар, Алатурка дегендері. Кішкентай бөлме жасап, дәретхана жасап қойған екен. Мына жерге қайта-қайта айналып келгені мынау католиктердің православтың крестіне ұқсайды. Және ана бір жерде көбелектің пішініне ұқсас көрдім қашалған дүниені. Көрсетемін сіздерге де. Негізі бұл ғимаратқа кіре берісте Мәриям ананың шіркеуі деген жазу болды.
Міне достар, арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ары қарай өздеріңіз қазір осы үйлерді көрсетемін. Дүниенің ең бірінші пәтерлері деген атқа ие тарихи орын, бүкіл әлемдік адамзат тарихының мұрасы деп саналады бұл жер. Ал ішін өздеріңіз тамашалаңыздар. Ішін аралау біраз қорқынышты екен, сонда да әрбір жерлерден елес көрініп қалама дегендей үрей болды. Бағанағы тау жынысынан бөлек, мына жер ұзына бойы созылған осындай жүйе, әр қайсысында толған жаңағындай үйлер, туннельдер, бөлмелер, мазарлар, ескерткіштер қашап ойылған өте көп. Қазір тағы бір екіншісінің жанына тоқтаймыз. Осы бөлшек Назлы деген шіркеу екен.
Достар, Түркияның ең биік таулы нүктесі Афьонкарахисар қаласындамыз. Афьонкарахисарда ең алғашқы тұрғын үйлер соғылған бір тау жынысының бөктері бар. Мына артында тау жынысы кәдімгідей қашап алғашқы адамдар тұрған іздері де бар. Айтайын дегенім, міне біздің Қазақстанның да Алатау бөктерінде өсетін түймешетен деген гүл. Емшөп түймешетен. Мына сары түсі бізде көп кездеспейді, мен байқағам, бірақ мына мыңжапырақ. Мыңжапырақ деген гүл. Мыңжапырақ деген аты мынадан шыққан міне. Майда жапырағы біздің қазақша. Гүлі де майда өте көп міне. Мыңжапырақ. Ал мынау түймешетен. Екеуі де емшөп, емтік мақсатта қолданылады. Осындай керемет жер бар екен Түркияда. Біздің ауасы өсіп тұрған өсімдіктер, талдар Алатаудың бөктеріндегі ағаштарға, өсімдіктерге өте қатты ұқсайды екен. Самал жерде біздің Алматыныкіндей. Достар, енді міне осы видеодан кейін сіздер Афьонның аты беймәлім болса да, бұдан кейін оның тарихи бай, мәдени мұрасы құнды, дүниеге толы, кішкентай болса да өз-өзін асырап отқан қала екеніне көздеріңіз жетті. Афьонкарахисардың айтпақшы тағы бір атақты өнімі ол Афьонның картошкасы, сонымен қатар мынау тәтті Афьон локумдары. Локумның иесі осы Османлы асханасы түріктер десек болады. Қазіргі желе сияқты мармеладтар осы локумнан негізделіп жасалған. Осымен сапарымыз аяқталды. Рахмет, көргендеріңізге арнама жазылыңыздар.